Достар, сіздермен Суперстар, және біз бүгін выживанияны жалғастырамыз. Бүгін екінші бөлім. Негізі менде былай болды. Games деген мой файлдан удалить етіп тастадым, сондықтан барлығы жойылып кетті. Қазір өзім скинімді қойып алдым, және де жаңадан бастадым. Бірақ дәл сол заттар деп айта аламын. Верстак, және мен өзіме сундук, тағы жерге кровать, және тағы сундук жасап алдым. Екі дәу сундук. Негізі біз төрт кішкентай сундук болатын. Сол төрт кішкентай сундуктарды біз оны храмның ішінен алған болатынбыз алдыңғы бөлімде. Және достар, бүгін біз жақтағы ана жерде каньонға түсеміз, немесе түспейміз, көреміз қазір. Ол жер өте қауіпті. Міне ана жерде темір тұр. Ол жерге түссек біз обязательно өлеміз. Жеделдер шыға алмай тұр уже. Ше өте қараңғы, сондықтан біз қазір яркосты қоса салайын. Настройка. Чувствительность 18. Осылай тағы енді профиль. Міне яркосты 100-ге дейін қосамыз. Классический осында. Барлығы дұрыс тұра берсін. Міне ең жақсы болды сәл. Яркосты қостық. Ана жақта барлығы көрініп тұр. Ішінде біраз жеделдер жүр. Қалай алсақ болады ана темірді біз? Мен үш жерден бір нәрсе қазір алып шығайын. Жаңағының ішіне кіретін жол сияқты. Міне қазір біздің құндар түсіп кетеді. Мына жақта. Бөлек әлем ма, немесе сол джунгли ма? Ана храм. Мұны жан тұрған немене? Жанат бірнәрселер ғой. Осы храмның ішіне алған болатынбыз өткен жол. Міне қайтадан үйімізге барамыз. Кактустарға тисек жанымыз кетеді. Міне достар, осы қазір 3 минут болды. Осы түсіріп атқанымызға. Өткен жолы кузнецовын іздедік, кузнецовын таба алмадық. Бұл жақта кузнец тұрмайтын сияқты. Міне көмір. Не? Бұл жағана жеделдердің несі болу керек? Шахтасы. Осының ішіне түсіп көрейік қазір. Жаңа құмалап қойған. Алты құмал алдық. Алты құм ішіне түсіп дейін жария. Кім бар? Bunun içinde dümdüz olsun.
Көп адамдар негізі бұл жақта ең алдымен тастарды солай қазып, үй жасап, тастардан нелер тауып, тас керкаш жасап алып, сөйтіп жүреді. Одан темір керкаш жасайды және алмаз керкаш жасайды. Сонымен барлық соңында эндер драконды өлтіреді, сонымен ойын бітеді. Ал біз болсақ кәдімгідей бұл әр нәрселер жасап жүреміз осы выживание. Осымен достар, біз біраз ағаш көп бізде. Міне осы ағаштардан қазір біз кішкене ғана өзімізге бір үй соғып аламыз. Міне арты заттардың бәрін алып алайық. Арты заттардың бәрін алып тастадық. Мына жердегі ағашты алып тастайын, ол бізге керек болады. Осы жерге жаңа құмды қойылайық. Қай жерге жасақ болады? Осы үйімізге жақын болып. Осы жер жақсы сияқты. Міне осы жерден бастаймыз достар. Кішкене ғана үй болады. Кете ма? Міне осыны үшеуін қойып аламыз және қалғандарын осы акациялардан қоямыз. Міне акация таусылды осы жерден және қалған осы черный дуб. Біз әртүрлі алып саламыз. Және қалғанын мынандайлар саламыз. Міне. Және біз қазір үйден верстак жасап кетейін. Верстак жасап деппін ғой. Верстактан қаны шығыпты. Міне енді піскен нан ғой. Тағы не жесек алма. Болды. Осы жерден біз есік жасап келейік. Осы есік. Көп жасамай қояйық. Міне біз есік жасап болдық. Және бізде біраз ағаш жетеді. Және біздің үйіміз. Шеге былай
иіс қоямыз, міне, әдемі. Және біз қалған ағаштардан үй соғатын боламыз. Қалаймыз деп болады. Міне. Осылай мініп алдық. Және біз осылай үй соғамыз. Біз сәл биіктеу қыламыз. Енді ана құм үйлер болмайды бізге. Пешка жасауымыз керек айтпақшы. Тағы бір қатар көтерейік, сонымен болды. Міне достар, біз азан қылып алдық. Әйтпесе біз үй салуымызға кедергі қылады. Қалғанда осындай трубский дереваларды жасаймыз. Міне. Міне болды, және енді дәл осылай біз осы жерге ступенька. 4-ақ ступенька шықты бізде. Және сіздермен ағаш жинап келіп кездесетін боламыз. Міне достар, біз ағаш жинап келдік, және осыны біз айналдырып алайық. Бұл жерден қанша шығады? Міне болды, енді біз өте көптеген ступенькалар жасап аламыз. Міне 64-тен де көп. 80 бар. 80 ступенька. Сіздер енді осы кезде бос отырмай лайк басып отырыңыздар. Лайк басып каналға жазылып. Міне дәл осы кезде біз осылай қоямыз, және міне осылай қойдық. Және достар, осы жерден біз видеоны аяқтаймыз. Осы біз видеода келесі көргендеріңізде біз барлығы осы үйге көшіріп, барлығы осы жерге кіргізіп, ступенькілерді барлығын қойып шығатын боламыз. Сіздермен болған Суперстар, лайк басып каналға жазылып отырыңыздар. Және осыдан кейінгі видеода мен бір балаға пиар жасайтын боламын. Осымен қош, сау болыңыздар.